Қази Данабаев тағылым. Қасымжанның қауырт шаруасы болмағанымен, жолға шықса жанығып жүру қанына сіңген әдет. Тамақтанып кет дегеннің шайынан шала шарпы ішу, шай ұсынған үйдің дастархан басына бір тізерлей, шетінен ғана сындырып нан ауыз тию өзгеден гөрі өзіне де бір түрлі. Аттап өтетін арық емес, жаратылысынан қашып адам құтылама. Сірә мұның түп төркіні себепсіз тиын сылдыратпайтын сараңдығында емес. Жұрттың қонақжай көңіліне деген сенбестікке де қатыссыз, жай қарапайымдылық. Жақынсырағанға елден ерекше бейнет тауып беру жігітке лайық па? Тыныс, үйдегі қонақтың мазасын аласың деп, ас үйде күйіп піскен шешенің өмірін баласына айтқызбай-ақ, тірлігін тастап, мейман көңілін аулаған әкелердің де жайын ойлағандық. Онсыз да үргедек Қасымжан тағы бір тосын оқиғадан кейін не күлудің, не ренжудің ретін таппай екі ұдай күйде жүр. Бірін бала кездессе түртпектеп, әрнеңені сұрауға құштар орынсыз ұшқалақтығынан десе, екінші жағынан баланың аты балада. Өкпе бауырыңды қайтсын, айта салат, артынан күлет. Кезекті командировка еді. Самолеттан түсісімен әдетінше алып ұшып вокзалға жеткен. Келсе, мінгенде зулап, күтсең табандап қалатын пойыздың облыс орталығындағы сәулетті вокзалға сәлем беруіне табаны күректей 4 сағат бар. Темір жолмен іргелес автовокзалға да барып, көлік қарастырған. Бұл жүретін бағытқа қоңыз жорғаласайшы. Серттескендей серіппей қалыпты. Қайткенмен жаяулап жолға шықпайды. Енді билет кассасы алдындағы ұзын сонар кезекте тұрып ойлағаны осындағы досының үйі. Аты Шалабай. Кіндік қаны туған жер топырағына бір тамған құрдасы отбасында отырған бір сәтте, сен бір адамға ұқсап өткен кеткеніңде соғып жүрсейш, бала кездегі бұқпа мінезің қалмапты әлі. Бұл үйде сені сыйлап жіберерлік дәулет табылады. Сүмеңдеп қонақ үй жағалайтын кәсібіңді ғой деп еді. Қатар өскен құлынның тепкені де май. Қасымжан көңіліне ауыр алған жоқ. Сүмеңдеді дегені қияста жалғыз жүретіні рас қой. Нағыз өмір дастархан басында өтер болса, Қасымжан бұл өмірде бар жоғына күмәнді онда. Сыйлы деген қонақтар сыпайы әзілге шеберлік байқатып, қалғандары қиқылдап-шиқылдап жатқанда мұның бетінен құрығанда күлкі көлеңкесі жүгірсейші. Жүгірмейді. Сонысынан қысылып қымтырлама, әлде туа бітті мінез бе, әйтеуір отырыспаға жоғау жоқ. Сол жолы да асығыс аттанған жігіт Шалабайдың жұтынып тұрған үй жиһаздарын көріп, әрі қонақжай көңілдеріне ығыланып енді солай беттеген. Күн демалыс. Тысын шырша бұтағының суретіндей етіп, емен ағаштан қиюластыра қаптаған әшекейлі есіктің жақтаушасындағы қоңырау тетікті ұзақ басты. Табалдырықтан аттағанда көзіне түскені тосын жарықтан жыпырлай қашқан тарақанша бұрыш-бұрышқа безе жөнелген 3 бала. Қорыққаны, әлде қуанғаны белгісіз, қолда-аяққа тұрмай зыр қаққан шеуінің атын атап, түсін түстеп әрең байыр қалатты. Аман, есен, тұрсын. Бой үйіріскенше үйірпектеп әңгімеге тартқан. Шалабайдың аузын көшіріп, бәріне бірдей қолмен кигізген сияқты. Еріндері жел қаққан шүберектей жалбырап, сөйлер сөзге жорғадай. Жасына қарай саптаса қалған балалардың біреуі, біз сізді білеміз, деп көзімен белгісіз мағынаның көлеңкесі жүрді. Анадағы ағасыз, қайсысы? Қасындағы інілері екі иығын жұлып жеп тұр. Біздің есікті салған кісі ме? Жоқ, бірде дәу қапшыққа салып ет арқалаған ағашы, сол шығар. Бірде мас боп келіп жылаған ағашы. Я саған, оны папам жұмыстан қуып жібердін дегені қайда? Ол арақ ішіп, баласының мамасын ұрған. Бұл аға қандай қылмысы барын үшеудің ересектеуі Аманның аузынан естімекке ынтыққан Қасымжан қымсынудан да құралақан емес, еміне түскен. Бұл аға тоңазытқыштағы колбасаны жеді ғой. Қалғандары қол шапалақтап мәз-мейрам. Қатықты да ішкен кісі. Таныдық, келді, алақай.